Қайырлы күн, құрметті оқушылар, студенттер, қалайсыңдар? Бүгін біз жалпы өте пайдалы сабақ өтетін боламыз. Яғни өзіміздің пәнімізге қатысты жаңағыдай платформалар туралы айтатын боламыз. Мысалы, бұл платформалар негізінен оқушы болсаңыз, жалпы мұғалімнің тапсырмасын орындауға, жаңағыдай мұғалім болсаңыз өзіміздің жаңағы оқушыларымызға тапсырма беруге, немесе университетте студент болсаңыз, жаңағыдай реферат, курстық жұмыс секілді жұмыстарды жаңағыдай жеңілірек жасауға өзінің пайдасын тигізеді. Мысалы бізде бірінші сайт тичер деп аталады. Мысалы біз бұл жерге бір тақырып жазсақ, ол бізге негізінен тек қана ChatGPT сияқты ақпарат берумен шектелмейді. Сонымен қатар сұрақ қояды, яғни ауызша сұрақтар, жазбаша сұрақтар, мысалы разминка жасап миға шабуыл секілді проблемалық сұрақтар да қояды. Мысалы біз былай жасайық. Жалпы былай жасасақ, мысалы қазақ хандығы туралы. Сосын ескертейін, міндетті түрде қазақ тілінде жазыңыз деп жазу керек. Мүмкін ағылшынша шыға беруі мүмкін. Мысалы осылай жазамыз. Сосын өзі бізге жаңағыдай керек ақпараттарды береді. Тек қана мысалы қазақ хандығы 1465 жылы құрылды, осындай хандар құрды деген ақпараттардан бөлек жаңағыдай біздің мектептегі оқитын кітаптарымыздан тыс ақпараттарды да береді. Бұл жалпы баланың жаңағыдай ойлау деңгейін, тарихи ойлау деңгей санасын көтереді деп айта аламын. Қазір бізде жасап қалды. Күтейік. Бұл сайтта көбінде бізде реферат секілді жазады. Мына жерде аты жөні, күні деп тұр. Сосын қазақ хандығының құрылуын кезеңмен бөліп бізге кезеңдеп береді. Сіз мұғалім болсаңыз егер де өзіңіздің оқушыларыңызға беретін жаңағыдай оқудың мақсатын, жалпы сабақтағы қарастыратын мақсат пен міндеттерді тақырып арқылы біз қандай жетістіктерге жетеміз, жетістік критерийлері жазылып тұр. Мысалы қазақ хандығының құрылуының алғышарттарын түсінемін, мен хандықтың құрылған жолы мен орнын білемін, және керей және хандардың тарихи рөлін сипаттай аламын. Жалпы бұл оқушыларға арналған таптырмас құрал, және мұғалімдік, мысалы тарих пәні мұғалімі ретінде, мысалы мына жерде керей мен жәнібектің ескерткіші қойылып, құрылу алғышарттары көрсетілген. Көшпелі өзбектің мемлекеті, саяси дағдарыс басталды, үзік соғыстар мен ауыр салықтар, одан кейін дербес мемлекет құруды ұйғарып, моғолстанның жаңағыдай солтүстік батыс бөлігіне қоныстанады. Тарихи оқиға міне осы жерде қозыбасы өңірінде көшіп келіп құрылғандығы туралы. Бұл сабақтың жаңағыдай бастауы оқушыларға ақпаратпен бөлісу деп табылады. Бөлісу деп айтуға болады. Ал мына жерде тапсырмалар берілген. Мысалы қай сұлтандарды қалады негізін, қазақ хандығы қай жылы құрылды, қазақ хандығының құрылуының яғни тарихи маңызы туралы жазыңыз деп көрсетілген. Жалпы бұл жерде ауызша сұрақтар да берілген. Бұл баланың жаңағыдай тек қана тестпен жұмыс істемей өзіндік ойын жеткізе алу қабілетін дамытады. Ал бұл жерде қазақ хандығының нығаюы мен дамуы, яғни қасым ханның билігі, хақназар ең ұзақ отырған хандарды, тәуекел хандардың, одан кейін қазақ хандығының мемлекет аумағы мен оның яғни 300-ге бөлінген аумақтар көрсетілген. Ал мына жерде тест түрінде сұрақ қойылыпты. Есім ханның кезеңі, мына жерде міне Есім ханның Тәуке ханның 7 жарғысының суреті көрсетілген. Қараңыздар. Негізін қалаушы жаңағы Тәуке хан мен сол кездегі беделді дана билердің нәтижесінде жаңағыдай жазылған 7 жарғы. Мына жерде өзіндік жұмыс, хан билігінің ерекшеліктерін талдау сурет болу керек. Көрінбей тұр ғой. Қазақ ханның құлдырау мұрасы, рефлексия деген секілді сұрақтар бар. Яғни сабақ аяқталғанда тек
қорытынды тапсырманы беріп сабақты аяқтамай, бұл жерде рефлексияны да қарастырған. Бұрын ойлағаным, яғни қазақ хандығымен таныспай тұрып мен осылай ойладым деген секілді балаларға жаңағыдай кері байланыс алуға болады. Ал енді білгенім, яғни осы сабақтың нәтижесінде мен білмеген ақпараттар осындай болды деп оқушылар өз ойын жеткізуге мынау жаңағыдай қысқа мерзімді жоспар деп айтуға болады, өзіңіздің қолыңызда ұстасаңыз. Және сол жағынан бұл көбінде мектеп мұғалімдеріне, әсіресе жаңағыдай тарих мұғалімдеріне өте керек құрал. Үшінші сайт мына жерде Malins AI дейді. Біз осы жерден жаңағыдай майндмап жасай аламыз. Мысалға қалай жазуға болады? Мысалы Тойнби деген тарихшының еңбегі бар. Постижение истории. Және батыс пен шығысты салыстыра отырып зерттеген өркениеттердің құрылуы мен дамуы, сосын құлдырауы туралы. Осыны сұрап көрейік. Кітабына және бұл ұзақ сіздің уақытыңызды үнемдейді. Жаңағыдай майндмапта отырып жасағаннан гөрі осы сайт арқылы жасаңыз. Мысалы постижение истории, яғни тарихты тану қазақша аударғанда осылай аударылады. Міне мысалы бұл кітаптың тойнбидің әсері өркениеттің типтерін батыс өркениеті, шығыс өркениеті және басқа өркениеттер деп бөледі кітабында. Және өркениеттің дамуы бізде өсу кезеңі, құлдырау, өркениеттің құрылымы, жаңағыдай көпшілік кішкене сыртқы сын қатерлер, құлдырау, осыларға байланысты деген секілді жаңағыдай майндмап жасап берді бізге. Зерттеу әдістері. Осылай сіздер жаңағыдай уақыттарыңызды үнемдеп осындай майндмап жасауға болады. Жаңағы осы сайтта бізде бір жақсы жері өзімізге, бұны біз экспорттап PDF форматында алуға болады. Міне бізде PDF сақталды. Кіріп көрсек. Осыны өзіңіздің почтаңызға жіберіп қай сабақты өткізуге болады. Жаңағыдай қазақ хандығының нығаюы мен дамуы, уақыт құрылымы, ауызша сұрақтар, жазбаша сұрақтар, жеті жарғы, өзіндік жұмыс және соңында рефлексия жасау. Жалпы қысқа мерзім жоспарға таптырмас құрал деп ойлаймын. Ал біздің келесі сайтымыз Клаб деп аталады. Мысалы бұл жерде біз жаңағыдай оқушыларымызға тест ұйымдастыра аламыз. Былай мына жерде қараңыздар. Варианттармен тест, вопрос секілді, немесе жаңағыдай сәйкестендіру. Мысалы жай ғана тест алатын болсақ, мына жерге сұрақты енгіземіз. Мысалы Қазақстан Республикасының астанасы, Астана, Қарағанды, Атырау, Ақтөбе деген сияқты. Осылай тесттерді ұйымдастырып сақтап, оны оқушылармен бөлісе аламыз. Жалпы осы платформаларды өзіңіз қолданып жүріңіздер, өздеріңіз мұғалімдеріңізге үй тапсырмасын бергенде, немесе оқушыларыңыз болса, оқушыларыңызға тапсырма беруге, өздеріңіз жұмыстарын жеңілдетуге жалпы пайдалы болды деген үміттемін. Жақсы, аман есен, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.